Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 12-ші сабақта жаңа тақырып. Бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырманы қарайық. Сандарды 10-ға дейін толықтыр дейді. 6-ны 10-ға дейін толтыру үшін 6-ға 4-ті қосамыз, иә? 8-ге 2-ні қосамыз, 5-ке 5-ті, 3-ке 7-ні, 9-ға 1-ді қосамыз. Екінші тапсырма. Бірінші қосылғышты 10-ға дейін толықтырып, қосуды орында дейді. Қараңдар, 5 қосу 9. Біз енді 9-ды қалай бөліп алсақ болады? 5 қосу 9 деп, иә? 5 қосу 4 деп бөліп аламыз. Сонда бірінші 5-ті 5-ке қоссақ 10 болады, оған 4-ті қоса саламыз, 14 болады. Енді соны дұрыстап түсіну үшін екінші есепті шығарайық. 6 қосу 9. Бірінші қосылғышты 10-ға дейін толықтыр дегеніміз үшін біз 9-ды 4 қосу 5 деп бөліп аламыз, иә? Сонда 6-ға 4-ті қоссақ 10, оған 5-ті қоссақ 15 болады. Енді 9 қосу 8. 8-ді 1 қосу 7 деп алсақ болады, иә? 9-ға 1-ді қоссақ 10, оған 7-ні қоссақ 17. 8-ге 8-ді қос дейді. 8-ді біз 2 қосу 6 деп аламыз. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады, оған 6-ны қоссақ 16 болады. 7 қосу 7. 7-ні 3 пен 4-тің қосындысы деп аламыз. Сонда 7-ге 3-ті қоссақ 10, оған 4-ті қоссақ 14 болады. Үшінші тапсырмада бос текшенің орнына тиісті санды қой дейді. Қараңдар, 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады, иә? Ал теңдікте 12 шығу керек. Ол үшін 12-ден 10-ды аламыз, сонда 2. Яғни мынада бос текшенің орнына 2-ні қояды екенбіз. 5 қосу 4 9, ал теңдікте ол 14 шығу керек, иә? 14-тен 9-ды аламыз, 5. Яғни мына бос текшеге 5 санын жазамыз. Енді 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады, иә? Ол 13 шығу керек. 13-тен 5-ті аламыз, сонда 8. Мына бос текшеге 8 сан жазады екенбіз. Енді 7 қосу 3 10, ол 15 шығу керек, яғни бос текшеге 5 санын жазамыз. Енді 9-ға 1-ді қоссақ 10, теңдік мына жағында 11 шығу керек, яғни мына бос текшеде 1 саны бар екен. Енді мына бос жерге біз 4-ге 7-ні қоссақ 11, ал 11 мына жерде 17 шығу керек, яғни 6 санын жазамыз. Төртінші тапсырмада есепті шығар дейді. Атасы Балжанға 7 мақалдың, ал әжесі 4 мақалдың мағынасын түсіндірді. Балжан атасы мен әжесінен барлығы неше мақал тыңдады? Берілгені жазылып қойған екен. Енді шешуі 7 қосу 4 тең 11 болады. Яғни жауабы Балжан атасы мен әжесінен барлығы 11 мақал тыңдаған екен. Енді осы есепке кері есеп құрастыр дейді. Балжан апасынан 4, атасынан 7 мақал, ал әжесінен 4 мақал мағынасын түсінді. Балжан атасынан әжесіне қарағанда қанша мақал артық түсінді? Оны білу үшін берілген жазып аламыз, иә? Тура осылай. Енді шешуі 7 алу 4, 3 болады, иә? Сонда Балжан атасынан әжесіне қарағанда 3 мақал артық тыңдапты. 5-ші тапсырмаға да келдік. Қосындыларды салыстыр дейді. 72-ге 6-ны қоссақ 78, ал 67-ге 10-ды қоссақ 77. Яғни 78 үлкен 77-ден. 6-ші тапсырмада сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? 3 сағаттан кейін сағаттар қай уақытты көрсетеді дейді. Міне, бірінші сағат 11 сағатты көрсетіп тұр, иә? 11:00-ді. 3 сағаттан кейін ол сағат 2-ні көрсетеді. Енді екінші сағат 4-ті көрсетіп тұр. 3 сағаттан кейін ол 7-ні көрсетеді. Одан кейінгі 3-ші сағат 8-ді көрсетіп тұр. Ол 3 сағаттан кейін 11 сағатты көрсетеді. 7-ші тапсырмаға келдік. Өрнектердің мәнін тап дейді. 58-ден 23-ті азайтатын болсақ, 35 болады. 46-дан 21-ді азайтамыз. 40-тан 20-ны алсақ 20 болады. 6-дан 1-ді алсақ 5 болады. 28-ге 31-ді қосақ, 20-ға 30-ды қосақ 50, 8-ге 1-ді қосақ 9, яғни 59 болады. Енді 7 мен 4 сандарының қосындысына 5-ті қосақ. 7-ге 4-ті қоссақ 11, оған 5-ті қоссақ 16 болады. 9 пен 6 сандарының қосындысына 3-ті қосақ. 9-ға 6-ны қоссақ 15 болады. 15-ге 3-ті қоссақ 18 болады. 7 мен 8 сандарының қосындысын бір санын қосамыз, иә, оған. 7-ге 8-ді қосамыз, 15 болады. 15-ге 1-ді қоссақ 16 болады.
Енді 6 мен 5 сандарының қосындысы 11-ге тең, 8 мен 7 сандарының қосындысы 15-ге тең, 9 мен 4 сандарының қосындысы 13-ге тең. 8-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін өсу ретімен жаз, жауаптардың астына сәйкес әріптерді қойып, шыққан сөзді оқы. Бұл сөздің мағынасын қалай түсінесің дейді. 9 бен 6 сандарының қосындысы бізде 15 болады. Ол С әріпі екен. 7-ге 7-ні қоссақ 14 болады. А әріпі. 9-ға 7-ні қоссақ 16 болады. 9-ға 3-ті қоссақ 12 болады. 8-ге 5-ті қоссақ 13 болады. 9-ға 2-ні қоссақ 11 болады. Енді өсу ретімен жазайық. Сонда одан басталады. Отбасы деген сөз шығады екен. Балалар естеріңде жүрсін, сан математика ғылымының іргетасы деп айтқан ғалым Қазақтан шыққан математик Орынбек Ахметбекұлы Жәутіков екен. Осымен 12-ші сабағымызды аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.